Армысыздар, Қазақстанның қалалықтары мен далалықтары, эфирде жансырым жаңалықтары. Жаңалықты ғылымнан бастағанымыз жөн болып тұр. Бүкіл әлем жасанды интеллектті дамытуды қолға алып тұр. IT, медицина саласының бәріне кіріп, шетелде оның пайдасы көл болып тұр. Әлемге бақ болған жасанды интеллект Қазақстанға келгенде сор болып тұр. Өйткені біздікілер әжелерге прикол тұсап, боқтық сөз айтқызуға қолданып тұр. Ауыз толтырып айтатын боқтықтан басқа ештеңе жоқ. Ғылымдағы соңғы жаңалықтар сол болып тұр. Әже демекші, Таразда 75 жасар апамыз студент атаныпты. Қолына оқу бітірді деген дипломмен хат алыпты. Сабақты жақсы оқыған апамыз немерелеріне пенсиясымен бірге стипендиясын апарыпты. 75 жаста заңгер атанған кейуана ата заңды апа қыпты. Бұрын студенттер мұғалімнен бат алушы еді, бүгін мұғалімдер студенттен бат алыпты. Білім алу қай кезде де кеш емес, ең бастысы халық сөкпесе болды. Уақыт бекер өтпесе болды. Әжеміз 75-ке кеп әзер дегенде жаттаған ата заңымыз енді 75 рет өзгеріп кетпесе болды. Бірақ та халықтың уайымы басқа заң екен. Бұрын соңды болмаған масқарам екен. Өкімет айыппұлды көбейтеміз деп аспанға дрондар үйіп тастаған екен. Төбеңнен жылдамдықты өлшеп дрондар төніп тұрса, трассада автомобиль түгіл ат шаба ма екен? Қазақтың жер байлығы көп деп жүрсек, аспанда ақша бұлттың арасында да ақша бар екен. Көкелер жердегі жұмыстың бәрін бітіріп, көктен де көп теңге тауып бастаған екен. Төбеңнен кешке дейін дрондар төніп тұрса, жердегілердің жағдайы жақсара ма екен? Бұл заңды кім шығарса, ол шығарсын. Халықтың қамын ойлаған жақсы адам екен. Үкімет туризмге назар бұрмақ боп тұр. Бұл да халықтың қалтасынан ұрмақ боп тұр. Жұмбақтастың басына шығып суретке түсуді бұйырса 40 мың теңге қылмақ боп тұр. Бір селфиге түсу 40 мың теңге тұрса, жұмбақтас жұмбақ емес, қымбат боп тұр. Сонда ол ақшаны алатын адам күнде таудың басында отыра ма? Жұмбақтастың кассирі де жұмбақ боп тұр. Біз уайымдап отырғанда 40 мыңда президент антикор мен КМБ-ны біріктірді. Коррупцияны құртады деген антикорымыз өзі КМБ-ға кіріп тынды. Бұл жаңалық антикорға ауыр тигенмен жемқорлар сәл жымиып күліп тұрды. Мирис, больше не дерис деп президент ол екеуін друг қылды. Друг демекші, Қазақстаннан кеткен екі друг наркотик сатып Барига болды. Бұл жағдай Балида болды. Қолдарына кісен салып жатқанда кайфты бұздыңдар ғой деген Абида болды. Қаржылық жағдайымызға байланысты Балиге тілші жібере алмадық. Бұл жағдайды бір көрсе, шетелде волейбол ойнайтын Сабина көрді. Шетелде ғана емес, елде де жасап жатырмыз самбылықта. Бұл жолы дәрігерлер таңғылыпты. Айгүні жеткен әйелдің сәбиін сесаровамен алдырыпты. Бала босанып, есін әрең жиған әйелге ішіңізде бинт қалып кетті деп есінен қайтадан тандырыпты. Бәке, сәкемен жұмысқа кірген дәрігерлер әйелдің ішінде дәке қалдырыпты. Дәрігерлер сонда не ойлады екен? Баланы алып ішіне бинт қойған екен. Бірдеңе алса орнынан бірдеңе қойып кететін. Бұл әдет дәрігерлерден гөрі шенеуніктерге пайдалы екен. Келесі жаңалықты барлығы көрген шығар. Никап кию никак болмайды деген сөзге барлығы көнген шығар. Маскамызды шештіріп жатыр деп өкпелемейік, шенеуніктер де өзінше бірдеңе шешкісі келген шығар. Бүгінше жаңалықтар бітіп қалды. Мен үйде бала-шағам күтіп қалды. Айт десеңіздер тағы да біз айта береміз. Келесі аптаға дейін жабылып қалмасақ бұйырса қайта келеміз.